Кеш жарық жарайсың бағдарламасын күткен жұртшылық. Сәлем бердік. Өнер әлеміне саяхат жасап, әуезді ән тыңдаймыз деген ел арнаны қосқан жұртшылыққа. Көпшілікке сапалы өнім ұсыну. Халықтың сұранысына толықтай жауап беру. Бұл нарықтық заманның сұранысы. Ал біздің бағдарлама көпшіліктің көкейіндегіні дөп тауып, көргісі келгенді көрсетіп, естігісі келгенді толықтай айтады. Сондықтан да жарайсыңды 21 ғасырдың бағдарламасы деуге де болады. Олай болса, сұранысқа жауап бере білетін бағдарламаның бүгін сіздерге не ұсынатынын бірге тамашалайық. Алтынай Жорабаеваны саз әлеміне кім жіберді? Сәбит пен Бағым екеуі сөйлесіп, жаңағыда мен қатысатын болып шешіпті. Отбасы мен өнерді қалай бірдей дамытып отыру керек? Қатты жаңағы үйтіршіліне кіріп кеткенде жаңағыдай сен Жорабаева қайт дейді бері қарай. Марқұм Ержан Серікбаевтың мұрагері әкесіне ән арнады. Жан едіңді берік шелікпеген, бір тұтып еліктерген. Сендегі биік сезім парасатқа қалтықсыз сеніп келем. Асқат, білесің ба, адамның сұлулығын сақтау үшін киімнің тигізер әсері зор екен. Ой, санай, осы қыздар сендер қалай барлығына уақыт табасыңдар? Мұны да өз тәжірибеңнен айтып тұрған боларсың. Әрине, ол тек менің тәжірибем емес, ол мен ғаламтордан оқыған нәрсемді саған айтып отырмын. Енді өзім соны жасамақпын. Ендеше мен де уақытты текке өткізбей ғаламтор жаңалықтарын қарайын. Енді ары қарай тыңдасайшы мен. Жоқ, жадыра, менде уақыт жоқ. Мен барлығын өзім ғаламтордан оқып аламын және көріп аламын. Жақсы. Қалаған қызыңды ал. Мына қыз қалай? Ой, намайды. Жарайды. Міне, күнге әбден күйген нағыз қазақтың қара домалақ қызы. Ма? Мам, бұл Бейонс Ноуэлс. Бұл шетелдің атақты жұлдызы. Қазіргі қыздар көбінесе сөйтеді. Жұлдыздардың суреттерін салып қояды. Еке? Иә, мам, солай. Мына қыздың әдемісін ай. Аты Әселия Претти Герл. Милашка деп жазып қойыпты. Шәкен Аймановтың Тақиялы періште фильмі жарыққа шыққалы 40 жылдан асты. Ал бұл режиссер Қанағат Мұстафинның аты аңызға айналған кинокартинаға түсірген пародиясы. 21 ғасырдың тана әжейі келінін көше кезбемес ғаламтордан іздейді. Ол жақтағыларды ұната қоймаған тайлақ өз бақытын балконда кездестіреді. Ой, қайсың ол? Өзің тауып ал. Маржан? Жоқ. Әсем? Жоқ. Гүлнұр? Гауһар? Жоқ. Жаңылсың? Жоқ. Әйгерім? Жоқ, емес. Сонымен? Марат? Сұңғар? Жоқ. Айдархан! Не дедің? Бұл не? Айдархан ғой. Бұл Айдархан емес. Бір-бірін ұнатып қалған жастар жақынырақ танысу үшін тайлақтың үйіне келеді. Бастапқыда ұлына қалыңдықты өзі таңдап бермекші болған тана әжей Айшаны ұната қоймайды. Жақсы. Онда мен кетейін. Саған сай емес сияқтымын. Мұна мелодрамыңды ана түріктің сериалдарында көрсетесің. Мам, Айша мүлдем түрік сериалдарын қарамайды. Ол біздің Жаным сериалын ғана қарайды. Жаным сериалы. Тек қана отандық өндірушіні таңдаңыздар. Дегенмен, алдыңғы фильмдегідей, бұл оқиғада хэппи-эндпен аяқталады. Банкінің бастығы. Онда кір, үйге не, шай ішеміз. Бағанадан бері содан бастамадың ба? Сендер қай жақтансыңдар? Моймирде ме, әлде ВКонтактеде ме? Нұр кезетте. Тамаша. Жүр кеттік. Ол әнші, ол 4 қыздың анасы, тіпті осы қарқыннан таймаса, ол алтын алқа иегері атану да мүмкін.
Ендеше қарсы алайық біздің студиямыздың қонағы Алтынай Жорабаева. Қош келдіңіз. Кеш жарық Алтынай ханым. Енді жақсы сөз жарымыз дейді ғой. Алтын алқа егер атануда ол күнде жақын шығар. Енді бұйыртса, Алланың бұйыртқаны болады ғой. Енді көптен бері өзіңіз көрінбей кеттіңіз. Әлде қазір көбінесе отбасыға көбірек көңіл бөлетін болдыңыз? Енді көрінбей кеткен себебімді өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз. Кішкентай қызымыз әлі 1 жарымда, содан кейін кішкене шығып бастадық. Бірақ мүлдем жоқ болып кеткен жоқпын. Мені білесіздер, аяғым ауырда болсақ нағаша. Отбасылық шаруалармен жүріп, өнеріңізді ақсатып аламын деп қорықпайсыз ба? Ақсап қалады деп айта алмаймын, өйткені Сәбиттің әйел болғаннан кейін ба. Өйткені ол менің өнерімнің тоқтап қалғанын қаламайды. Жаңағыдай көбінесе кейде болады, енді әйел адам болғаннан кейін үйге қонақ келеді деген сияқты, балалар бар, туған туыс бар деген сияқты, үй тіршілігі деген сияқты қатты жаңағы үй тіршілігіне кіріп кеткенде жаңағыдай сен Жорабаева қайт дейді бері қарай. Сен әңгімең бәрі үйдің тірлігі болып кетті, сен бері қарап кішкене творчествоңмен жаңағы айналысып қой деп мені олай ақсатуға жол бермейді. Сәбит мырза, сіздің жолдасыңыз Абай туралы фильм түсірді. Сіз осы фильмге саундтрек әнді орындады деп естіп жатырмыз. Клип түсіріп, сіз осы жаңалықпен көрерменмен бөлісіп отырсаңыз. Саундтректі жасадық біріншіден, одан кейін 8 аяқты төл нұсқаны Абайдың өзінің жазған әнімен шығардық. Біздің халыққа тарап кеткен ән, ол Шәкәрім Құдайберді атамыздың әнімен тарап кеткен. Сол себептен бұл әнді біз Хабиба Елебекова апамыздың аузынан барып естіп, үйіне барып, ол кісі кішкене төсек тартып жатып қалған. Енді білесіздер, жаста келді бір жағынан. Аузынан естіп, соны үйреніп, шыны керек өзім басында ол әнді түсіне қоймадым. Өте сондай мұңды, зарлы, оның үстіне құлағымыз Шәкәрім атамыздың 8 аяғына үйреніп қалған. Жаңа сіңдіре алмадым. Жаңа Сәбит осы әнді жазып айтасың дейді, жаңағыдай. Бір айтпаймын деуге, қалай Абай атамыздың әнін мысалға дәтім бармайды өйтіп айтуға да. Ішкі жағымнан қорқыныш бар да. Содан кейін Сәбитке орындап бердім, студияда 1 рет орындап берген екен, бәрі жаңа көңілден шықпапты. Содан Сәбит жаңа 5 серияны алып келіп, мынаны көр, содан кейін барып 8 аяқты барып жазасың деді. Содан көріп, жаңа көлігімде отырып көріп, 5 серияны жаңа аяқтап, сол жерде жылап, сол көңіл күймен барып жаңа жазып, сондай бір өзімде қатты бір әсер болды. Өзіме де кейін ұнап кетті. Қыздарыма да ұнап, қайта-қайта тыңдап деген сияқты. Сондай өте бір бай сөздерінің өзінің алып қарасаңыз, жаңағыдай өте терең, Абай атамыздың қаншалықты қиналғаны, тек қана ол Абай атамыз емес, өзіміздің ата-бабаларымыз кезінде қасқаны қалғанша тер төгіп, осы елімізді, жерімізді алып қалған кездер болсын, барлығы көз алдымнан өткендей болды. Әңгімеміз әдемі өрбіп келеді. Иә, дұрыс айтасың, Жадыра, әдемі әңгімені әдемі бейнесюжетпен жалғастыра отырайық, одан соң біз сұхбатымызға қайта оралатын боламыз. Жақсының аты Алақының хат өлмейді деген дана халқымыз. Олай болса, бүгінгі үздік сыр айдары көпшілікке сазгер, әнші ретінде танымал марқұм Ержан Серікбаевтың мұрагері Бейбарыс Серікбаевты таныстырмақ. Алайда бәкеңмен ұйымдастырылған сұхбат оңайлықпен басталған жоқ. Больше айтқанда, я такой звук не вытяну при всем желании. Слышно, да? Хорошо, так буду. Әңгімеміз бастала салысымен мұңая кеткен әншінің не айтып жатқаны естілмеді бастапқыда бізге. Кейіннен Бейбарыстың кішкене қаттырақ сөйлеуін сұрадық. Көрермен сұхбаттың не туралы болып жатқанын естісін деп. 5-ші сынып оқитын кезде әкем маған гитара тартуды үйретті. Сол кезде әнге деген құштарлық, бірге пианино тартуды үйретті. Өнер есігін әкесінің көмегімен ашқан бозбаланың қазіргі таңда қатпары мол шоу-бизнеске белсене араласуының өзіндік себебі де бар. Әкемнің жолын жалғастырып, яғни әкем жетпеген жетістіктерге Құдай қаласа жетіп,
ары қарай артында қалған ізі бар екенін білдіргім келеді. Бұл күнде ән қоржынында әке тақырыбына жазылған бірнеше туындысы бар жас талант иесі алғашқы бейнебаянын да сол аяулы әкесіне арнаған. Бұл яғни менің жүрегімде әкеме деген сағыныш, әкеме деген естелік, яғни бұл өмір бойы архив болып қалады кейінгі ұрпақтарға. Жан едімді берік шелікпеген, бір тұтып еліктеген, сендегі биік сезім парасатқа талдықсыз сеніп келем. 21 жасында үлкен қайғыны бастан өткізіп, аза тұтқан бейбарысты ендігі мазалайтын мәселе Қатыгез қорқынышым, яғни анамның жанында болғым келеді, сол кісіден алыстан келмейді. Енді әкемнен айырылдым, анамнан айырылғым өте қиын шығар деп ойлаймын. Анама өмірдің қиындығын, әкемнің жоқтығын сездіргім келмейді деген әнші бір жылдың ішінде отбасын құрып, анасына келін түсіргісі келетінін айтқан еді сырлы сұхбат барысында. Сөйтсек, 21 жастағы серінің сүйіктісі де бар екен, көңіл жарастырып жүрген. 2 жылдай уақыт болды, есімі Жазира деген қыз, Шымкенттің қызы. Алайда, соңғы 3 жылда Алматыда тұрып жатқан бейбарыс қашықтағы сүйіктісін сағынған кездерде оңтүстікке жол тартады екен. Сөйтіп, ғашық жігіттің екі қаланың ортасында сенделуіне тура келіп тұр. 3 рет болды ондай кездесу. 3 рет болды. Қатысқаннан барып қайттым, ерінбей. Олай болса, алдағы уақытта Серікбаевтар әулетінің тойына баруды жазсын деп тілейміз. Я, біздің көрермен тойдың қызығын бірінші болып, жарайсыңнан тамашалайтын болады. Сондықтан, күнделікті хабарымызды жібермей қарауға кеңес береміз. Бұл жарайсын шоу студияда әнші әрі аяуланы Алтынай Жорабаева. Қыздарыңыз өсіп келе жатыр ғой енді. Мама бізге іні керек деп тапсырыс беріп жүрген жоқ па? Бізде неге бәріміз қыз біз, неге бізде ұл әлде жоқ дейді. Сөйтсем үлкен қыз Айнара, бізге Аллахтың бергені осындай, одан кейін ол береді ғой енді бізге де ұлды деп қояды. Мен ана жерде не жауап та бермей, не қандай күйде болғанымды өздеріңіз енді түсінетін шығарсыздар. Сондай екінші қыз кішкене бір ойламаған сұрақтарды қойып жібереді солай. Негізінен қыздарыңыздың үлкен ағасы бар. Бір-бірімен қалай араласып тұрады ма? Иә, Асылжанмен араласып тұрады, бірге қыдырады. Жаңағыдай енді ол кішкене қазір енді үлкен ересек болып қалды ғой, бір ұялыңқырайтын шығар, кішірек кездерінде бәрі қосылып қыдырады, паркке барады, бір бет жыртысып болмаса бір араласпай қоятындай ешқандай қылмыс жасаған жоқ деп ойлаймын бұл жерде. Тағдыр сондай. Әрине. Енді биыл өзіңіз Саз әлемі телебайқауына қатысып жатсыз. Қандай әніңізді додаға салдыңыз? Және де бұл байқау сізді өзіңізді қызықтыра ма жалпы? Қызықтыра ма болғанда, енді мен өзім байқауды жақсы көрем. Оның үстіне осы Саз әлемінен ұсыныс келгенде мен басында бас тарттым. Өйткені енді қарап отырсаң, көбісі жастар, жас әншілер деген сияқты. Сөйтсем, ана жақтан Сәбит келісім беріп қойған. Олар түсінбейді, қайтадан маған хабарласып, жоқ сіз қатысасыз деп айтып жатыр деп, басқа біреу жоқ мен қатыспаймын деп. Сонда жаңағы Сәбитке телефон шалып айтамын, мен неге қатысады деп айтып жатыр, мен қатыспайсың ба деп, ол қой ана жерде жастар жүреді, мен қарасында бір түрлі ғой дедім, енді жастар қатыса берсін деп. Содан бір 2 күннен кейін жаңағы Сәбитпен Бағым екеуі сөйлесіп, жаңағыда мен қатысатын болып шешіпті. Содан үйге келіп мен қатыспаймын деймін. Сөйтсем, неге қатыспайсың? Енді ол жерде сен не кәрісің ба деп, жаңағыда бұл жерде сен әнші ретінде емес, бұл ән түседі бәйгеге. Сен дұрыс түсін деп жаңағыдай айтып жатыр ғой. Соның өзінде де мен қатыстым, бірақ жаңағы ән орындап жатқанда менде бір сондай бір комплекс болды. Елдер қалай түсінер екен, бұл әннің байқау екен, түсінесіз бе, қайсына басында түсінбей қаларым екен деген сияқты. Ән орындағаным өзім көңілімнен онша шығыңқырамады.
бірақ қарап отырсаңыз жаңағы сарапшылар ма, жаңағы әділ қазылар болсын, бәрі бір ауыздан келісіп алғанда ешқайсысы маған енді сын айтпайды. Жаңағы бәрі жақсы, енді тамаша әнші деген сияқты айтып жатыр. Енді одан сайын жерге кіріп бара жатырмын да ана жерде. Неге маған бұлар сын айтпайды? Өйткені мен білемін ғой өзім қаншалықты деңгейде орындағанымды. Жақсы әдемі әңгімені әдемі шағын ғана үзіліспен жалғастырсақ, одан соң біз студияға қайта оралатын боламыз. Эфирде жарайсың шоу екенін естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде қонақта Алтынай Жорабаева. Біз жаңа саз әлемі байқауы туралы әңгімені үзген болатынбыз. Енді жалғастырсақ, бұл байқауға қатысудағы мақсат автокөлікті ұтып алу ма, жоқ әлде өзіңізді тағы бір рет мойындату ма? Енді бұл жерде көлік жаңағы сыйлыққа бас бәйге болып жатқанын хабардар емеспін біріншіден. Онда сіз хабардар болыңыз, бас бәйге автокөлік. Бұл да Қайрат Нұртас жеңіп алған, ауырмайды жүрек әнімен. Иә, бұл жерде жаңағыдай Сәбиттің пен бағымның шешім болды, шыны керек. Бұл әнде халыққа ұнайтын, өздеріне жақсы көретін әндер болғаннан кейін, мүмкін егер бағы болып жатса, мүмкін ұтар деген сияқты. Бұл әнде халыққа әдемі ән болғанмен барлық халықтар біле бермейді деп, сол әнде танымал бола берсін деген мақсатпен қатыстырдық. Қайбір жылдары бір енді осы байқаулар деген қатты қолға алынды ғой. Ал қазіргі таңда байқау бар ма, жоқ па білмейміз де, болса да кім жеңді, ол жеңімпаздар қайда кетті. Онда есімдерді өте сирек кездестіретін болдықса, байқаудан шыққан әнші, мынандай байқаудың жеңімпазы деген сияқты. Қалай ойлайсыз, бұл біздің еліміздегі байқаулардың деңгейінің төмендеп кеткені ме, жоқ әлде қызығушылықтың жоқтығы ма осы байқауларға деген? Жоқ, негізі Азия дауысының байқауының жабылып қалғаны өте өкінішті мен үшін. Өйткені қаншама шетелдің байқауларын көріп жатырмыз, керек десең Голливудты да көрдік, мысалға. Бірақ Азия дауысына жететін байқау жоқ мен үшін. Өйткені ол жердің деңгей жағы қалай ұйымдастырылу болсын, жаңағы сахнаның әдемілігі, жаңағы дыбыстың сондай бір, ол болған кезде біздің Алматыда үлкен бір мереке болады, мысалға өздеріңіз шет жағасын біліп қалдыңыздар ғой ол кезде де. Бірақ енді не себепті жабылғанын оны мен біле алмаймын, өйткені. Бірақ сондай байқауымыз, мен енді айтар едім, осы жаңа хабарды пайдалана отырып, сол Азияда осы байқау қайтаны ашылса екен, өйткені біздің шетелге барған кезде бәрі біледі. Жаңағы байқауға қатысатын үміткерлердің бәрі Қазақстан, Азия дауысы деп бәрі біледі. Ол үшін өте соның жоғары деңгейінің де өте жоғары екендігін біледі. Енді әрине байқау деген адамды ұштайды. Біріншіден жаңа өзің мүмкіндігіңді көрсетесің, жаңада қобалжисың, ізденесің, көп еңбекті талап етеді. Сол себепті мысалға әншілердің кішкене бір сілкіп алады да, мысалға қатты босаңсып кеткен шақтарда. Келесі сұрақ, енді журналистер хабарласса, мен қалада емеспін деп көмекшілеріңіздің номерін беріп. Енді сөздің шыны ғой, енді бірінші осы бағдарламаға келе алмай қалған себебім осы кішкене оразаны пайдаланып ем алып жатқан кезім болатын. Сол кезде емде мен жаңағы көлік апатынан кейін кішкене жаңағы жүйкелердің жаңағы қысылған жерлерін біз енді біле бермейді екенбіз. Содан аяқ ауырады деген сияқты. Соның бәрін жаңағы емді алып жүрген кезде кішкене бір қоздырады деп маған жаңағы невропатолог жаңағы дәрігер солай айтқан. Сол кезде аяғымды баса алмай қалған сәттерім де болды. Бір сондай сәт. Одан кейін жаңағы шыны керек гастрольдік сапарлар қазір енді науқан дейді ғой біздің өнер адамдарында. Ана қала, мына қала, жаңағы қалалардың 70 жылдығы, 75 жылдық жаңағы мерейтойлар болып жатады, жай тойлар болып жатады. Сондай жақтарға көп кетіп қалып жаттым. Жаңа сіз көлік апаты деп қалдыңыз. Ол қандай көлік апаты? 2006 жылы осы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер атағын алған күннің ертеңіне Нұрлан Өнербаев ағамыздың жеке концертіне барып, үлкен қызымыз Аяулым екеуміз концерттен шығып, Тимирязев көшесінің бойына келе жатқанда ішіп алған інілеріміз маған қарама-қарсыға шығып, ешқандай бір бұрылыстың жақпай, ешқандай ережені бұзып,
маған қарай бір қарама қарсы жаңағы бір бірімізді солай соғыстық. Сол кезде жаңағы мен аяғым сынды, ашық сынық болды. Үлкен қызым да жаңағы жабық сынық. Сөйтсек кейін 2 айдан кейін білдік жамбасының ұршығының мойны сынып кеткен мысалға. Мен енді айтамын да сынған оң аяғым. Керек десеңіз ауа райына да ешқандай бір былқ етпейді. Құдайға шүкір жақсы біткен, қалпына жақсы келген. Ал неге менің сол аяғым ауырады деп жаңа түсінбеймін де. Спортпен барып айналысып жүргеннен кейін ба онша жаңағы білінбейді екен маған. Кішкене спорттан алшақтап қалсам, жаңағы сол аяғым ауыра бастайды. Содан жаңағы достарымыз арқылы осы невропатологты тауып сөйтсек жаңағыдай белден жаңағы кішкене смещение болған, оны көрсетпейді ғой мысалға. Рентген болсын, ешқандай томография ешқандай көрсетпейді ондай жүйкелердің қысылғандарын. Сол енді кішкене жаңа мазалағаннан кейін сол емді бастап кеткен сәттерім болған еді жаз уақытында. Ендеше әңгімеміздің соңында енді өзіңіздің алдағы жоспарларыңыз жайлы бөлісіп кетсеңіз. Қауесеттер көп қой, мысалға Сәбиттің жаңағы ажырасқаны болсын, жаңағыдай қалай екен бұлар Айгүлмен қалай деген сияқты. Біз енді Құдайға шүкір ешкімді тартып алған жоқ. Бұл өмір, енді өз өмір. Мен енді Сәбитке олардың ажырасқаннан кейін 2 жылдан кейін кездескен адаммын, мысалға. Содан арада сондай бір өсек аяңдар көп жүріп жатады. Алтынай жаңағыдай Сәбитті тартып алыпты, болмаса жаңағыдай қайттан ажырасып Айгүлге барыпты. Екеуі ит пен мысықтай екен деген сияқты. Біз енді өнер адам, ол отбасы ол бөлек жағдай, мысалға. Бір өнерде жүргеннен кейін, мысалға екеуміз өткенде сөйлесіп, жаңағыдай жеке концерт берейікші екеуміз. Айгүл екеуіңіз. Басқа қалаларға барып, жаңағыдай бәрі бізде бұл өнер ол бір бөлек нәрсе, отбасы деген бір бөлек, сіздер дұрыс түсініңіздер деген сияқты мақсатпен жаңағы турне жасағымыз келіп тұр да, концертпен. Сол қазір жоспарда бар. Бұл енді күтпеген жаңалық болды. Алтынай Жорабаева мен Айгүл Иманбаева концерт берейін деп жатыр. Сіздерге бірінші рет айтып тұрмын. Иә, концертке келдіңіздер, құрметті көрермен. Алтынай ханым, сізге көп рахмет. Бұл жоспарларыңызда жақсы жаңалық болды. Бұл сіздердің бір өздеріңіздің жақсы жасаған істеріңіз болды деп ойлаймын. Өйткені енді бір халықтың ұрпағы бір-бірімізбен бет жыртысып, ұрысып таласып жүргеннен гөрі енді ол тағдыр. Сондықтан да оған дұрыс көзбен қарап, және де ең бастысы балалардың татулығын сақтап қалғандарыңыз бәрінен де бұрын өте жақсы болған екен дегеніңізге келеді. Келесі кездескенде мүмкін алтын алқалы ана болып келесіз. Иә. Оған да ол күнге де қалай жеткізсін деп тілеймін. Сізге көп рахмет. Жарайсыз деймін. Сіздерге де соны тілеймін. Иә, көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған талантты әнші Алтынай Жорабаева. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Әке, сені сағындым, сағынамын, қасиетіңе табынамын. Гүлім деген келбетің елестейді, көрмеген соң қамығамын. Жан едің дәті берік шелікпеген, бір тұтып еліктеген. Сендегі биік сезім парасатқа қалтықсыз сеніп келем. Сенде адам бар ма маған? Айтыңдаршы, қайдан табам өмір жалған? Сенім артқан қамқор панам, қынай қарап тұрғандайсың әке маған. Өзің жаққан оттанмын алаулаған, арманың жалаумаған. Көңілің күлдей еді мөлдіреген, бар
қартауым өзіңнен бастау алған, мөп-мөлдір болағыңмын. Сендей адам бар ма маған? Айтыңдаршы, қайдан табам өмір жалған? Сенім артқан қамқор панам, сынай қарап тұрғандайсың әке маған, әке маған. Ертең көретіндеріңіз Жұлдызай біздің әріптесіміз атанды. Бастық болып дедің, е? Мөлдір Әуелбекованың тыңдармандарына арнаған өсиеті бар. Ер мінезді ақ пен қараның, жаман мен жақсының тартысы. Көрсетер қызығымыз көп еді, әттең уақыт шектеулі. Ештен етпес, жақсылықтың ерте кеші жоқ. Ендеше ертең ел арнада, ел аманда жүздесейік.